Әл-Мағди. Дәстүрлі ислам ілімі бойынша, Мағди қиямет күнінен аз уақыт бұрын келіп, әлемді зұлымдықтан тазартатын және әр түрлі түсіндірмелерде 5, 7, 9 немесе 19 жыл билік ететін құтқарушы. Әд-Дажжал сияқты Құранда да Мағди туралы тікелей айтылмайды. Ол туралы көптеген сілтемелер хадисте кездеседі. Кейбір түсіндірмелерде Әл-Мағдидің билігі Иса Әл-Мәсіхтің екінші рет келуімен тұспа-тұс келетінін және Әл-Мағди мен Исаның бірге Әд-Дажжалды жеңетінін айтады. Мағдиге қатысты шииттік және сүнниттік көзқарастарда кейбір айырмашылықтар бар. Енді соларға тоқталып кетейік. Әл-Мағди туралы шииттік көзқарас. Әл-Мағдидің дүниеге келгені, оның жасырын имам екені және Исамен бірге әлемде әділетті орнату үшін қайта келеді деп түсінеді. Әл-Мағди туралы шииттік көзқараста бұл ілім жасырулы деп аталады. Яғни имам өлген жоқ, бірақ Аллах оны адамзаттың көзінен таса қылды, яғни жасырды деген пікірде. Шииттер өздерінің 12-ші имамы Абул Хасым Мұхаммед ибн Әл-Хасан Әл-Мағдиді пайғамбарлықтағы Мағди деп санайды. Және ол хижра бойынша 256 жыл жасырылған. Және ол әкесі қайтыс болғаннан кейін имам болды. Содан кейін шиит мұсылмандары Аллах оны жасыруға шақырды. Осылайша ол бейтаныс көздерден жасырылып, анда-санда ғана мұрагерлерінің алдына шығып тұрады деп сенеді. Шииттер ағымының 12-шілерінің пікірі бойынша Әл-Мағдидің келуінің негізгі мақсаты ислам мемлекетін құру және Мұхаммедке түсірілген заңдарды жүзеге асыру. Ғайыптан оралғаннан кейін Әл-Мағди мен оның жақтастары Ад-Дажжалмен және оның әскерімен соғысады. Әл-Мағди жеңіске жетеді. Әл-Мағди бірнеше жыл жер бетінде билік құрғаннан кейін Иса қайта оралады деген пікірде. Әл-Мағди туралы Ахмадилердің көзқарастары. Ахмадилердің пікірінше Мәсіх және Мағди бұл бір адамды білдіретін терминдер. Ахмадилер Мағдидің келуі және Исаның екінші рет келуі туралы пайғамбарлықты метафора, яғни бейнесі деп санайды. Және Мәсіх пен Мағдидің бейнесі бір адамның тұлғасы. Бұл барлық пайғамбарларды бейнелейтін бір тұлғаға тән сипат деп санайды. Ахмади мұсылмандары Ахмадия қозғалысының негізін қалаушы Мырза Ғұлам Ахмад қозғалысын Иса мен Әл-Мағдидің екінші рет келуінің көрінісі деп санайды. Әл-Мағдиге деген сүнниттік көзқарастарда Мағдиді Мұхаммед пайғамбардың мұрагері деп санайды. Бірақ шииттерден айырмашылығы оның туылғанына сенбейді және Мағдидің басқалардан тасаланып жасырылғанына сенбейді. Сүнниттер Мағдидің сипаттары мен шығу тегін түсінуде дәстүрлі хадис канонына сүйенеді. Және шииттерге қарағанда оған адамдық тұлға ретінде көзқарас танытады. Олар оның жай ғана өз заманындағы ең дана және ең тура жолды ұстанған мұсылман болатынына сенеді. Ол Аллахтың тікелей қатысуымен емес, дене бітімді келбетімен, әділеттілігімен, тақуалығымен және қайырымдылық істермен танылады. Ислам ғұламалары сипаттаған Әл-Мағди туралы түсініктерге тоқталатын болсақ, шииттік және сүнниттік исламда Әл-Мағдиге қатысты деректер өте көп. Ғалымдар бұл ілімге қатысты әр түрлі көзқарастарды жазған. Бұл туралы төмендегі сілтеме арқылы таныса аласыздар. Ибн Халдун бұл әр дәуірде барлық мұсылмандар айтатын оқиға екені белгілі. Ақыр заманда пайғамбар әулетінен бір адам міндетті түрде пайда болып, исламды нығайтып, әділет таратады. Мұсылмандар оған еріп, мұсылман патшалығына билік етеді. Оның аты Әл-Мағди болады деп жазады. Жоғарыда келтірілген дәйек сөз тіпті Ибн Халдунның да имам Әл-Мағдиге сену исламның белгілі бір ағымына тән емес, барлық мұсылмандарға ортақ сенім деген пікірде болғанын дәлелдейді. Қазіргі заманғы хадис және тәпсір ғалымдарының бірі Шейх Ахмад Мұхаммед Шәкір өз түсіндірмесінде Мағдиге иман келтіру шииттер үшін ерекше нәрсе емес. Өйткені ол пайғамбарлардың көптеген сахабаларынан жеткізілгендіктен бұл ақиқатқа ешкім күмән келтіре алмайды деп жазады. Жалпы ғалымдар мынадай пікірмен келіседі. Әл-Мағди ислам мемлекетін құру үшін соңғы күндері келеді. Әл-Мағди пайғамбардың Ахлюл Байт, яғни пайғамбардың отбасы деген пікірмен келіседі.
және Әл-Мағди пайғамбардың қызы Фатиманың ұрпағынан болады. Иса әл-Мәсіх оның ізбасары болады және имам Мағдидің артында дұға етеді деген пікірлермен келіседі. Құранда Мағди туралы айтылатын дәлел бар ма дегенге келетін болсақ, Құранда Мағдиге қатысты айтылатын сілтемелер болмаса да, кейбір ғалымдар ол туралы бірнеше аят бар деп есептейді. Олар Әл-Мағдиге қатысты деп мына аяттарды келтіреді. Олар үшін дүниеде қорлық, ақыретте зор азап бар деген аятты келтіреді. Мұхаммед ибн Иззат пен Мұхаммед Ариф осы аятқа сілтеме жасай отырып, олар үшін дүниеде қорлық деген сөзге келсек, Әт-Табари Ас-Судидің Мағдидің келіп, Константинопольде оларды жеңіп, өлтірген кезде, олар үшін дүниеде қорлық келетінін айтады. Ал Әл-Куртуби болса, Ас-Судди Мағдидің келуін және кәпірлердің әртүрлі қалаларын жаулап алуын меңзеген деген пікірде. Олар Шейх Саид Әш-Шабыланжидің Нұр әл-Абсар кітабындағы Мұқатал ибн Сүлеймен және оған ерген тәпсіршілер бұл аяттың тәпсіріне қатысты, оған күдіктенбей маған еріңдер. Міне осы тура жол деген аят ақыр заманда келетін Мағдиге нұсқайды және одан кейін қиямет белгілері пайда болады деген пікірмен келіседі. Көріп отырғанымыздай, бірінші бөлімде айтылған бұл аяттың жалпы исламдық түсіндірмесі Әз-Зухруф сүресінің 61-ші аятында Иса әл-Мәсіх туралы айтылғандығын дәлелдейтін ғұлама ғалымдардың пікірлері келтірілген болатын. Алайда, жоғарыда аталған 13-ші ғасырдағы ғалым бұл аятты Әл-Мағдиге қатысты деп түсіндіретін сияқты. Неліктен ғалымдар бұл Әл-Мағди туралы деп есептейді деген сұрақты саралайтын болсақ, Иса әл-Мәсіх пен имам Әл-Мағдидің ақыр замандағы миссиясы өте ұқсас болып көрінгендіктен, тәпсіршілер оларды қалай ажыратуға болатынын білмей қиналатын сияқты. Дегенмен Иса әл-Мәсіхке қатысты әрқашан қолданылатын аятты алып, оны Әл-Мағдиге қолдану соңғы келушіні ақтау үшін жасалған күмәнді қадам болып көрінеді. Өйткені бұл Құран тарапынан ешқандай дәлел таппайды. Сонымен қатар, Әл-Бақара сүресінің олар үшін дүниеде қорлық, ақиретте зор азап бар деген аятты Әл-Мағдидің келуіне дәлел ретінде пайдалану күмәнді. Себебі Құранда бұған дәлел келтірер негіз жоқ. Сондықтан ғалымдар хадистерге немесе басқа ғалымдардың тәпсірлеріне сүйенуге мәжбүр. Сүнниттегі дәлелдерге тоқталатын болсақ, келесі хадистерде Әл-Мағди туралы айтылып, оның мақсаты мен міндеті сипатталады. Әл-Мағдидің келуі туралы пайғамбарымыз былай деген: дүниенің бар ғұмыры таусылып, Аллах бұл күнді менің атыммен аталатын Ахли әл-Байт, үйдегі адамдар, яғни Ахли әл-Байт ұғымын сүнниттер Мұхаммед пайғамбарға жақын адамдарды қоса алғанда деп кеңінен түсіндіріп, адамдардың патшалығын ұзартады. Ол жерде бейбіт өмір мен әділдік орнатады. Себебі жерді әділетсіздік пен зұлымдық басады, делінеді. Бұл хадис Әл-Мағдидің қияметтен алдын келетінін растағанмен, бірақ оның келуінен басқа оның мақсаты туралы түсінік бермейді. Әл-Мағдидің шежіресі туралы пайғамбарымыз Әл-Мағди бізден, Ахли әл-Байт делінген. Пайғамбар Мағди менің әулетімнен, Фатиманың ұрпағынан болады делінеді. Пайғамбарымыз былай деді: біз Әбдәл-Муталибтің балалары, мен, Хамза, Әли, Жафар ибн Аби Талиб, Әл-Хасан, Әл-Хусейн және Әл-Мағди біз аспан тұрғындарының билеушілеріміз делінген. Аллах елшісі арабтардың арасынан аты менің атыммен сәйкес келетін адам пайда болмайынша дүние жойылмайды деген делінеді. Бұл хадисте Әл-Мағдиді анықтаудың жолы айтылады. Ол пайғамбардың әулетінен шығады делінеді. Әл-Мағдидің билігі туралы пайғамбарымыз былай деген: менің үмметімнен Мағди шығады. Ол кем дегенде 7, ең көбі 9 жылға келеді. Және осы уақыт ішінде менің үмметім бұрын соңды болмаған жомарттықты сезінеді. Мағди міне алыңдар дейді делінген. Пайғамбарымыз біз, мен және менің отбасым, Аллах о дүниеде де, дүние тіршілігінде де артық көретін әулеттің мүшелеріміз, яғни Ахли әл-Байт. Ахли әл-Байт, яғни менің отбасым, мен өлгеннен кейін үлкен апатқа ұшырайды, және олар үйлерінен күштеп қуылады.
Содан кейін шығыстан қара байрақ ұстаған адамдар келіп, олардан жарлықау көмек сұрайды. Бірақ оларға көмек берілмейді. Сонда олар соғыс ашып, жеңіске жетеді. Сол кезде оларға сұрағандарын беруге келіседі. Бірақ олар менің әулетімнен келетін бір кісіге бермейінше бас тартады. Ол фитнаға толы, жер бетін әділдікпен толтырады. Кім бұл уақытқа жетсе, тіпті мұзда немесе қарда жорғаласа да оларға келсін. Себебі олардың арасында Аллахтың билеушісі Әл-Мағди бар, делінеді. Ал енді Әл-Мағдидің келуі алдындағы белгілерге тоқталатын болсақ, бір қатар ислам ғұламалары Әл-Мағдидің келуіне дейін бір қатар белгілердің орын алатынына сенеді. Олардың кейбіреулері төмендегі хадистерде келтірілген, ал басқалары туралы сілтемедегі көрсетілген ғалымдардың еңбектерінен оқи аласыздар. Сонымен Әл-Мағдидің келуіне дейін мынадай бір қатар белгілер орын алады деп сенеді. Білімділер азайып, жаттамды адамдар көбейеді. Банктерде өсімқорлық көбейеді. Сенімділіктің жоқтығы, арабтар мен исламның қорлануы, исламды жою, Аллахтың түсіргенімен үкім етуден бас тарту, көп қабатты үйлер, уақыттың қысқаруы, жер сілкінісінің жиеленуі, батысқа еліктеу, киінген, бірақ жалаңаш әйелдер, соғыс ұшақтары және олардан төнетін қауіпті үрей, дыбыс жазу машиналары, шпиондық құрылғылар және сөйлейтін жабайы жануарлар, білімді адамдардың көзін жою, европалықтардың жақсы қасиеттері, жек көрініштілер мен өзгермейтіндер және асыл адамдар, Құран оқитын кәпірлер, пұтқа табынушылыққа қайта оралу, байлық пен әйелдердің көбеюі, музыка және шарап, зинаның кесірінен болатын жер сілкіністер, жол бойындағы тән сату азғындығы, өлімге деген құштарлық, хадждағы адалсыздық, намазда кішіпейілділіктің жоқтығы, Ефрат тауындағы алтын, шынайы бауырластықтың жоқтығы, жаман қасиеттердің пайда болуы, сонымен қатар спид ауруының өршуі. Бұл тізім Әл-Мағдидің Иса Әл-Мәсіхтен кейін келмейтінін көрсетеді. Иса Әл-Мәсіхтің екінші рет келгенінен кейін болатын нәрселердің тізімінен біз кәпірлердің болмайтынын білеміз. Иса келгеннен кейін кәпірлер болмайтын болса және барлығы шынайы мұсылман болатын болса, онда Иса Әл-Мәсіх Әл-Мағдиден кейін емес, Әл-Мағдиден бұрын немесе соның кезінде келуі керек. Өйткені келтірілген хадиске назар аударатын болсаңыз, Аллах елшісі менен шыққан Мағди кең маңдайлы, бүркіт мұрынды келеді. Ол жер бетіндегі зорлық, зомбылық пен әділетсіздікті жойып, әділетті және шынайы тәртіптерді орнатады. Ол жерде 7 жыл билейді, деді, делінеді. Бірақ бұл жерде бір қатар сұрақтар туындайды. Егер Мағди бірінші болып келіп, жердегі зорлық, зомбылық пен әділетсіздікті жойып, әділетті және шынайы тәртіптерді орнататын болса, ал біреулер оны Иса Әл-Мәсіх емес деп дау тудыратын болса, онда Әд-Дажжалдың және оның ізбасарларының болуы оны жоюға әлі де негіз бола ма деген сұрақ туындайды. Жер бетінде әділетті де шынайы тәртіп орнағандықтан, бұл Әд-Дажжалға да, оның ізбасарларына да міндетті түрде таралуы керек. Өйткені олар теңдік пен әділдікке ие болуы тиісті, немесе жойылуы тиісті. Мағди бірінші болып өзімен бірге теңдік пен әділдік әкелсе, Иса Әл-Мәсіх келгенде жерде неге теңдік пен әділеттілік болмайды? Хадистерде Иса Әл-Мәсіх көктен екінші рет келгенде теңдік пен әділетті әкелетіні айтылады. Ибн Иззат пен Ариф Az-Zuhruf сүресінің 61-ші аяты Иса Әл-Мәсіхке емес, Мағдиге қатысты деп есептесе, онда қияметтің белгісі Иса Әл-Мәсіх емес, Мағди болуы керек еді. Мағди қияметтің белгісі болса, және Мағди дүниені әділ етіп, Дажжал мен оның ізбасарларын дәрменсіз қылдыратын болса, неліктен Иса Әл-Мәсіх Аллахтың жанындағы ұлылығын қалдырып, жәннаттан жерге келуі керек? Ақырында Иса Әл-Мәсіх пен Мағдидің атқаратын рөлдері соншалықты ұқсас болса, біздің айтып жүргеніміз бір адам болуы мүмкін бе? Бұл сұрақ сіздерге ойланатын түрткі болсын.
Әл-Мағди және Иса әл-Мәсіхтің мәртебесі туралы Жабир ибн Абдулла былай деген: «Мен Аллах елшісінің былай дегенін естідім. Менің үмметімнен бір топ дұшпандарды жеңіп, қиямет күніне дейін ақиқат жолында соғысады. Содан кейін Мәрием ұлы көктен түседі. Осы мұсылмандардың басшысы оған: кел, бізбен бірге намаз оқы, дейді». Иса: жоқ, расында Аллах бұл үмметтің мүшелерін құрметтеді. Сендер бір-бірлеріңе үстемсіңдер, дейді, делінеді. Иса әл-Мәсіхтің екінші рет келуі және оның имам Мағдимен салыстырғандағы рөлі және ақыр замандағы рөлі туралы осы хадистер мен тәпсірлерді оқығанда және рөлдерінің ұқсастығына қарап сұрақ туындайтыны анық. Бұл хадистерде бір адамның екі түрлі есімен аталуы мүмкін бе деген сұраққа ғалымдар да бұған күмән келтіреді. Сонымен қатар намазды басқарушы имам туралы айтылған дәйек сөзге де күмәнданады. Джалалуддин ас-Суюти: мен кейбір теріске шығарушылардың Иса туралы ол түскенде Әл-Мағдидің артында тұрып намаз етеді деп айтылғанды жоққа шығарғанын естідім. Олар Иса пайғамбар адамның артында дұға етпейді, оның мәртебесі тым жоғары дейді. Бұл бір түрлі пікір. Өйткені Әл-Мағдидің артындағы Исаның дұғасы туралы мәселе ең шыншыл Аллахтың елшісінің көптеген сенімді хадистерімен сенімді түрде дәлелденеді, делінеді. Әрі қарай ас-Суюти осы мәселе бойынша кейбір хадистерді қайталап айтады. Жоғарыда қозғалған мәселелерге назар аудару керек. Өйткені Иса әл-Мәсіхтің Әл-Мағдидің артында дұға етуі жерден келген, әрі пайғамбар емес адамға қарағанда көктен келген пайғамбардың мәртебесінің маңыздылығы сұрақтар туғызады.